Дубай Нұрлан Қоянбаевпен Дубай туралы көп ақпаратты естіп жүрміз, білеміз де. Бірақ нағыз арабтармен кездесіп, осы алпауыт шаһарда бизнесін құра білген кәсіпкерлердің көзімен Дубайды көру мен үшін өте қызық. Осы бағдарламада мен нағыз шейхтің үйінде қонақта боламын. Яхтамен серуендеймін. Өмірімде алғаш рет фолингпен айналсамын. Түнде құмды далада багимен жүремін. Және де назар аударыңыз, ең жарқын әсер Дубайда нағыз ет тағамынан дәм татамын. Сонымен менің Араб әмірлігіндегі оқиғаларым жалғасуда. Ағаш тамырымен, адам бауырымен мықты дейді. Өзбекстандық Ахрор досым Дубай қаласында орналасқан өзбек мейрамханасына шақырды. Сондықтан да барып тамақ ішейік. Ахрор мен оның бизнес серіктесі Виктория мені дастархан жайып күтіп алды. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Саламатсыз бе? Қалай жағдай? Отлично. Өте жақсы. Қазақстанның оңтүстік астанасы Дубайға қош келдіңіздер. Бұл өте күлкілі, Ахрор. Саламатсыз ба, Нұрлан, келгеніңіз үшін рахмет. Біз сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Шақырғаныңыз үшін көп рахмет. Өзбек тағамынан дәм татқым келіп тұр. Ұзақ уақыт Ташкентте болған жоқпын. Ахрордың тосын сыйы мені қатты қуантты. Дубайда қазыны қайдан таптыңыз? Қазы, сенің келуіңе біз оны қалай таба алмадық? Өздеріңіз білесіздер ғой достар, қазыны шексіз жеуге болады. Күн сайын таңғы, түскі және кешкі асқа. Және жалықпайсың. Біз жақсы жейміз, тоқтаусыз. Алайда тосын сыйлар енді басталған сияқты. Кенеттен туған елдің иісі шықты. Маған Дубайда армандай алмайтын ет тағамын әкелді. Ал, бісмілля. Ахрор, өзің салып жібересің ба? Или мен салайын ба? Содан кейін үшінші тосын сый басталды. Виктория екіге бөлінді. Вика, я – это ты из будущего. Вика, мен бұл сен, болашақтан. Менде сен үшін маңызды хабарлама бар. Бір үстелде Нұрланмен бірге отырма, бешбармақ жеме. Сен оны жегеннен кейін галактика арасында соғыс басталады. Сен барлық ақпаратты әлеуметтік желіде жариялайсың. Және бір жүзділер, олар сенің басың үшін үлкен сыйақы тағайындайды. Ал сен білесің бе, бір жүзділер жылқылардың немере ағалары. Это двоюродные братья коней. Не болып жатыр? Бір жүзділер қайда? Неліктен бүліктер басталды? Шынымды айтсам, мені ешкім осылай ешқашан алдамады. Ахрордың келіншегі Валерия және де әпкесі Виктория егіз екен. Міне, Ахрордың өмірі жақсы, я? Егер сен олардың егіз екенін білмесең, жақсы болар ма еді? Қалай айтсам екен, бәрібір өтуші еді. Себебі бір жүзділер бұл өте күшті болды. Бір жүзділер, мен оны мәңгі есімде сақтаймын. Сендер егізсіңдер ме, жоқ әлде қалай? Негізі егіздердің 100%-нан 30% біз сияқты болып келеді. Бізді клон деп айтуға болады, яғни біз бір-бірімізден айнымаймыз. Медицинада егіздер деген ұғым жоқ, егіздердің әр алуандығы деген түсінік бар. Міне жатыр ішінде болатын клондау. Сондықтан біз бір-біріміздің телефонымызда клон деп сақталғанбыз. Мен жиі оның паспортымен жүремін, кредит аламын, машина жүргіземін, ал ол айыппұлдарды төлейді. Шынды айтсам, паспорт туралы тым артық кеттім, бірақ айыппұлдар дегеніміз рас. Мені бір жолы полиция тоқтатып, сіздің айыппұлдарыңыз көп дейді. Менде айыппұл жоқ деймін. Ол сіздің 2 машинаңыз бар. Мен қалай? Оның машиналар ғой. Сосын мен айттым, менің егіз сіңілім бар. Ол бір түрлі екен, бірақ бәрі сіздің атыңызға жазылған. Сосын мен оған хабарластым. Бұл не болып кетті өзі? Заңды ма? Ол болса, я деп қояды. Телефондағы Face ID ше. Ажырата алмайды. Жұмыс істей ме? Өте ыңғайлы. Ахрор өмірің көңілді екен. Бірақ біздің Face ID оның телефонында істемейді. Бұл да ыңғайлы ғой.
А вот теперь... Ал енді дұрыстап тамақтанамыз. Давайте. Өте жақсы, ал бастайық. Тосын сыйлар кеші жалғасуда. Ахрор, Лера және Вика оларды тек туысқандық қана емес, оларды ортақ бизнес байланыстырады екен. Олардың туристік бизнесі бар екені белгілі болды. Көптеген араб туристерін орталық Азияға алып келеді екен. Ал жақында олардың шейхтің өмірінен бір күн атты жаңа жобасы басталды. Сәттілік тілеймін. Егер сен шейх сияқты өмір сүргің келсе, біз оны ұйымдастырамыз. Хорошая идея. Достар, маған ұсыныс жасады, мен бас тартқан жоқпын. Шынымды айтсам, президенттің өмірінде мен көптеген байлық пен сән салтанатты сезіндім. Ертең арабтардың қалай көңіл көтеретінін білеміз. Ал әзірге 17 жастығымды құшақтап ұйықтаймын. Қайырлы түн! Бұл адамдардың есімдерімен біріккен араб әмірліктерінде көшелер, мешіттер, әуежайлар аталған. Олардың жүздерін плакаттар мен фотосуреттерден көруге болады. Бұл шейхтер, билеуші элита, елінде құрметті дана адамдар. Өзіңді бірінші орында көрмесең, басынан бастап жеңіліске ұшырайсың, дейді Дубай әмірі Шейх Мұхаммед. Бүгін мен тұғырдың бірінші орнына көтерілуге ниеттімін. Әйтпесе Дубайға неге келдім? Достар, мен өз жеке көлігімді ауыстырып, шетелден қолайлы көлік іздеймін деп ойладым. Бірақ енді бұл үшін Қазақстаннан сыртқа шығу қажеті жоқ. Көптеген жылдар бойы біз ескі автокөліктерді шетелден сатып алуға әдетке айналдырған едік. Енді мұндай қажеттілік жоқ. Өйткені заңды техникалық тексерістен өтілген автокөлікті 25 мыңнан астам автокөлік жарнаманың ішінен таңдап сатып алуға болатын Aster.kz қосымшасы ашылды. Aster.kz. Ахрор бауырымыз мені қарапайым дубайлық шейхтердің бір күндік өмірін көрсету үшін яхтаға шақырды. Қала тіршілігінен шаршаған шейхтер дәл осындай яхтамен демалысқа шығады екен. Айтпақшы, яхта неге жүрмей жатыр? Go! Мен миллиардердің рөлін сомдап жүрмін. Дәл қазір сіздерге яхтамды көрсетейін. Бұл құрлықта орналасқан ғимараттар. Сіздер білесіздер, Дубайда қолдан жасалған аралдар өте көп. Қазір біз оны өтеміз. Мына жақта Пальма деген аралдар бар, және де әлемге әйгілі 7 жұлдыз Бурж Аль Араб қонақ үйде аралда, қолдан жасалған аралда соғылған. Қазір теңізі тып-тыныш, өйткені қазақтар түсірілім жасап жатыр. Барлығын айтып болғанымызға заң қалды. Бір күн тыныш жатыңдар. Миды ашытпайды. Ал, кеттік. Дэв, go! Алдарыңызда айналмалы дөңгелек дейміз ба, бұл жаңадан соғылып жатқан. Бұл аттракцион Дубайдың көзі деп аталады. Бұл әлемдегі ең биік айналмалы дөңгелек. Оның биіктігі 250 метрден асады. Толық шеңберді 38 минутта өтуге болады. Достар, бүгін бұл яхта менікі. Мен сіздерге мұнда бәрі қалай ұйымдастырылғанын көрсетемін. Сіздерге ұнайды. Келіңіздер, мына жерде телевизор бар.
Қазір өзіміз отырып шай ішеміз. Мына жерде асхана. Дегенмен бәрі де ішіп жеу емес. Мен шейхтердің арасында танымал спорт түрі фойлингпен айналысым кеп тұр. Достар, фойл бұл серфинг сияқты тақта, бірақ оған тек су асты қанаты бекітілген. Қанат тақтаны судың үстіне көтеріп, ұшу сезім береді. Мен сіздерге бір құпияны айтайын, мұндай тақтада өмірімде тұрмаппын. Ал Нұрлан, сен дайынсың ба? Дайынмын, иә. Достар, мен суға секіруге батылым болмай тұр. Қатты уайымдап тұрмын. Қазір бәрін түсінесің. Ахрор, біз олай келіспеген сияқты едік. Менің шейх екенімді ұмытып кеттіңдер ма? Бірінші міндет ішпен жүру және оның қалай жүретінін түсіну. Және шықпа, бұрыл. Ал бұл батпайды ма? Ол батпайды. Ал қалай бұруға болады? Болды, жүр. Осы яқтаны бір айналып өт. Үйрен. Тіпті қолыңды бұлай шетке алып тастасаң да ол жүре беру керек. Тез жүре аласың, бірақ тек өткір серпіліс жасама. Келесі сенің қозғалысың қандай болатынын қара. Міне бұлай, оп оңай. Сосын екінші тізеңді қоясың. Бірақ екеуін бірдей емес. Жоқ, олай болмайды. Жылдамдық керек. Тек қозғалыста сен сырғанап келе жатқанда. Басында жіберіп, тұрып алып, сосын басып жүргің келеді. Жоқ, олай болмайды. Әрдайым газды бір қалыпты ұстағанда ғана мүмкін болады. Қатты газ берме, ақырындап, жаймен, бірақ ол үнемі сырғанап бара жатуы керек. Тым қатты газ берме, ақырын, баппен. Жоқ, артық газ бердің. Егер Харли Дэвидсонда келе жатсаң, жағдайың қиын болар еді. Бұл жерде жылдамдықтың тұрақты болуы маңызды. Оны қолмен ұстама, шынтақтарыңмен бас, арқаңды тік ұста. О, міне осылай. Ол барлығы оңай болады деп ойладым дейді. Бірақ ол кейін оңай болады, ал басында ылғи да қиын. Ол тұралады деп ойлайсың ба? Тым болмағанда тізерлеп тұрып сырғанауы керек. Я, бауырым, кеттік. Газ. Газды жіберді, болды, батып кетті. Міне жолбарыс, жігіт, міне солай, бір қалыпты. Қазір қолдарыңды ақырын алып тастай аласың. Жоқ, сен бірден тұрасың ба? Мәз саған. Мұндай жағдайларды айтқандай, қолымнан келгеннің бәрін жасадым. Жарайсың. Ал енді... Өте қиын екен, бұлай сыртынан оңай. Шашық кетедісін. Анау жаңағы тақтайша тұрмайды ғой. Баланс ұстау керек екен, баланс. Бұл өте қиын. Мен білмедім, мен чемпионмын дегенде қалжыңдадың ба? Бірақ сен шынымен де чемпионсың. Бұл бізде қандай теңіз? Шығанақ, иә? Парсы шығанағы. Араб шығанағы. Міне мен араб шығанағын жұтып қойдым. Шын мәнінде, достар, Нұрлан жолбарыс. Бүгін оның істегені бұл тікелей күш. Рахмет, мен қоянмын. Мен Қоянбаевпын. Менің фамилиям Қоянбаев. Білемін. Ахрор, енді қайда барамыз? Бұл тосын сый. Ой, бұл Ахрордың тосын сыйлары бітпейді екен. Олар мен қорқыта бастады. Мен шейх болуды ұйғардым, бұл ауыр жүкті аяғына дейін көтеруге тура келеді. Бұдан кейін мені не күтіп тұрғанын білмеймін. Ал бірге көрейік. Көптеген эмоциялардың кесірінен мен тіпті үйге қоңырау шалуды ұмытып кеттім. Бірақ шешім бар. Маған біздің редакторымыздың Алпамыстың көмегі керек.
Алпамыз Дубайда жүргенімізге 2-3 күн болды. Маған үйдегілермен хабарласу керек. Бірақ роуминг бітіп қалды, не істеймін? Нұреке, сізде Сбербанктың мобильді қосымшасы бар ғой, сол арқылы төлеуге болады. Шынымен ба? Иә? Иә, бар ғой менде. Көмектесесің ба? Әрине. Құрметті достар, Сбербанктың мобильді қосымшасы арқылы барлық шаруа шешіледі. 1-2 минутта. Міне дайын. Енді үйдегілермен сөйлесуге болады. Алло, Нұртуған, қалайсыңдар? Достар, қолымнан келген бәрін жасадым. Қиын екен. Құрметті достар, бүгін күндіз яхтамен серуендеп серфер болдым. Енді бүгін құм далаға келіп, қараңғыда баги айдап жүрміз. Ралли Дакар. Достар, мен бір түсінгенім, Дубайда туристерге барлық жағдай жасалған. Күндіз болсын, түнде болсын, барлық ойын-сауық орталықтары жұмыс істейді. Күштіген жақсы адреналин, Алпамыз. Басында шамал қорқыныш болды, өйткені ана төбеге көтерілген кезде астында не болатынын білмейсің да. Бірақ одан 3-4 минуттан кейін үйреніп қалады екенсің. Ал багги саған қалай? Багги тамаша. Мен қазір бір жерде сайға түсіп қаламын деп ойладым, білмеймін. Сондықтан көп рахмет. Достар, тақтамен ерте қоштасқан сияқтымын. Серфингпен тек теңізде ғана емес, құмда да айналысуға болатыны белгілі болды. Я, подождите. Мен ойлағымы қатты жылдамдық бола ма деп. Барлық әзіл бұл түсініспеушілікте ары қарай не болды? Спасибо, шофер. Маған ақырғы айтпады, мен ойлағымы жылдамдықпен түсіп кетем ба десем, қорқынышты емес екен. Бүгін маған серфинг үйрену күні болды. Судағы серфинг және құмдағы серфинг. Екеуін де үйрене алмадым, бірақ қызық екен. Мысалы, бір нәрсемен айналыссаң, бәрін ұмытады екенсің. Достар, шейхтің өмірінен бір күн жобасы жалғасуда. Маған ұнап жатыр. Ахрор, біз қай жерге келдік? Бұл жер Баб әл-Шамс деп аталады. Және мұнда араб мәдениетінен дәм татуға болатын ең жақсы орын. Шынымен өте қызық жер екен. Атпен жүрген арабтар, бір қызығы бұл кім? Шейхтер ма? Кішкентай тосын сый, бұл ерекше саяхат. Бұл шейхтің өміріне саяхат. Ал сен бүгін шейхтің өмірін сүріп жатырсың. Осының бәрін, осы атмосфераны және осы вайпты толтыру үшін мен саған шейх жиынтығын бергім келеді. Міне. Бұл қалай? Шынайы ма? Мұнда трансформация үшін бәрі бар. Тосын сыйлар аяқталмайды. Рахмет. Кейін біз одан ары қарай жүреміз. Тут подарки, и тут одежда национальная. Қазір оны тікелей киюге бола ма? Алмаған көмектесесің бе? Можешь прямо сейчас одеть. Әрине. Болды, мен аяқ киімді дұрыс кидім, я?
Барлығы әдетте жоғары топ, реті бойынша. Осындай бас киімді киіп алуға болады. О, қандай рюкзак? Рюкзакта сыйлық па? Я, әрине, шейхтің сүйікті шоколады. Жоқ, жарнама емес. Бұл жерде қырынуға болады. Кеше мен мұны сатып алғым келді. Сіз тікелей сезінесіз. Ол мұнда валюта да бар. Мен қанша екенін көрсетейін. Ал бізде бұл не? Тапанша бұл. Я, бұл сізге керек нәрсе. Аға, бас киімді кию керек, я? Көмектесші. Нағыз шейх болдым, достар. Ахрор бауырымызға көп рахмет. Өте күшті, жеңіл, жел үрлеп тұр. Ассаламу алейкум. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Керемет, өзіңізше. Бұл сіз үшін. Және мұнда. Достар, мен қызыл кілеммен келе жатырмын. Не деген керемет. Дәл қазір арабтар мен үшін үлкен бір шоу жасайды. Алғысым шексіз. Достар, менің Дубайдағы саяхатым жалғасуда. Келесі бағдарламада кездескенше. Келесі бағдарламада мен дәстүрлі араб үйінде боламын. Арабтардың дәстүрлі таңғы асы қандай болатынын көреміз. Мен бірегей көріністі көремін. Түйелер жарысы. Және де кішкентай шейхтер дүниеге келетін госпитальге барамыз.